Бейсенбіде Батыс Еуропаны тағыда аномальды ыстық басты. Әсіресе Франция мен Ұлыбританияда күн күрт өсіп кетті. Францияның 80 департаментінде қауіптің сарғыш деңгейі енгізілді. Онда ауа температурасы 40 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Елде 40 мыңнан астам тұрғын ауыз судан таршылық көріп отыр. Сондықтан билік халықты сумен қамтамасыз етуді басты орынға қойды. Бұл аптап Франция экономикасына 15 миллиард еуроға дейін шығын әкелуі ықтимал. Ұлыбританияда да жағдай күрделі. Елдің орталығы мен оңтүстік шығысында термометр бағаны 38 градусты көрсетпек. Бұл британдықтарды биыл жазда шарпыған 5-ші аптап толқыны. Ыстықтың зардабы да ауыр болып тұр. Аптапқа бейімделген ауруханаларда дәрігерлердің өзі талып құлап жатыр. Елдің басым бөлігінде қуаңшылық басталғандықтан су тапшылығы күшейді. Ғалымдар мұндай аномальды ыстықтың жиілеуін жаһандық климаттың өзгеруімен түсіндіреді.